Инналлаха азза ва джалла, расымен де ұлы дәрежелі Алла, иза ахабба абдан, егер де бір құлды сүйсе дейді. Қараңыз, қымбат нәрсе екенін көрсетіп отыр ғой. Яғни сіз жаңағы нәрседен ойлайсыз, мен әлі сүймейді екен ғой мені деп. Рахымды, мейірімді, кешірімді, бірақ махаббатына жету деген нәрсе ол қымбат нәрсе де. Сонда расымен де ол ұлы Аллах Тағала жердің бетінде бір құлды сүйсе дейді. Даға Жибрилі, қараңыздар, Жибрилді шақырады дейді. Фақала, сөйтіп Жибрилге айтады дейді. Инни ухиббу фуланан. Қараңыздар, белгілі бір тапсырмаларында жүрген адал құлы да Жибрил. Адал құлы мен Раббысының арасындағы байланысты қараңызшы. Раббысы, ей Жибрил, мен пәленшені сүйдім дейді. Қараңыздар, Алланың хұзырында қандай нәрселер, істер жасалып жатыр да. Жердің бетіндегі бір құл аталды. Кім екен ол деген нәрсе? Шіркін-ай деп. Соған қызықтырады бізді. Фаахиббаху дейді екен сосын, қараңыз. Енді сен де сүй оны деп. Жибрил сол кезде фаюхиббуху, Алланың әмірінен кейін Жибрил оны сүйіп кетеді дейді. Қараңыз. Сүмма юнади фи ахли сама. Сосын Алланың әмірімен Жибрил барып, күллі аспандағы періштелерге дауыстап шақырады да, фаяқулу, айтады дейді оларға. Инналлаха азза ва джалла юхиббу фуланан. Ол ұлы Аллах пәленшені сүйді. Фаахиббуху, сендер де сүйіңдер деп. Қараңыздар. Фаюхиббуху ахлус сама. Аспан періштелерінің күллісі сүйеді дейді оны. Міне. Сүмма тудағу лахул махаббату фи ахлил арди. Сосын сол махаббаттың жаңағы ізі жердің бетіне түседі дейді. Сөйтіп жердің бетіндегілер жаңағы сүйе бастайды дейді. Мысалы, пайғамбарымызда жаңағы сүйгендей. Саллаллаху алейхи ва саллям. Екінші жағы бұның. Осы жерде мынау аятты келтіреді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Мариям сүресіндегі инналлазина аману ва амилус солихати. Расымен де Алла Тағалаға иман келтіріп, салиқалы амалдарды іске асырғандарға келсек, саяжғалу лахумур рахману удда. Рахман оларға өзінің махаббатын сыйлайды дейді. Мариям сүресінде. Көрдіңіз ғой? Яғни иман тақуалық. Иман тақуалық. Осы нәрсе болса, Алланың махаббатына жеткізетін нәрсе екен. Вайза абғадаллаху. Егер де Аллах Тағала бір құлды жек көрсе дейді. Қараңыздар. Мысалы, пайғамбарымызға біреу қарсы келіп атты, керісіп атты, Абу Жахил мысалы. Кез келген пайғамбарымызға қарсы келген күйі, сол кәпір күйінде өліп кеткендердің кез келген осы жерге мысалға келеді. Аллах Тағала бір пәленшені жек көрген кезде Жибрилді шақырады дейді. Сөйтіп Жибрилге айтады. Абғитху, сен де жек көр оны деп. Көрдіңіз ғой? Сосын Жибрил жаңағы аспан періштелерінің күллісіне сөзсіз Аллах Тағала пәленшені жек көрді. Сендер де оны жек көріңдер деп айтады екен. Сонда күллі аспан періштелері барлығы жек көріп кетеді дейді оны. Болды, махаббат жоқ енді. Күллі әлем Алланыкі. Періштелер Алланыкі. Періштелер Алланың рұқсатынсыз сүйе алмайды ешкімді. Алланың рұқсаты келсе, барлығы сүйеді екен, қараңыз. Сондықтан кімде тұр күллі дізгін? Аллах Тағала деген жақындау, құрметті жамағат. Аллах Тағалаға жақындауға қарай ұмтылсақ,
күллі жаратқан нәрсесі, періштелері болсын, басқалар сізге жақын болады, берекеге бөлейді. Көрдіңіз ғой. Жаңағы періштелер қандай өлім сәтінде болсын ертең, ақыретте болсын, сол мүминдерді сүйіп қарсы алады ертең. Сөйтіп жаңағы періштелер, аспандағы күллі періштелер оны жек көріп кеткен кезде, сол жек көріш жерге түседі дейді. Сосын сол жек көргенде біреулер сүйіп жүрсе, ол жаңағы қиыншылықтармен аяқталады қияметте. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: «Әл-мәр'у аля дини хулили». Адам дейді, өзінің жақын тұтып жүрген адамының дінінде дейді, қаласа да, қаламаса да. Қараңыз. «Фәлиянзур мән юхалил». Сондықтан назар аударып қарасын да, кімді жақын тұтып жүргенін дейді. Көрсіз ба? Сол жақын тұтып жүрген нәрсе, мысалы, кез келген бір күнә, бір көңіл бір күнәға жақын болса, сол кедергі жасайды Алланы сүюге. Өйткені мұның шақырады былай қарай. Кетіп қап бір күнә жасалды дейік мысалы. Көрдіңіз ба? Сүйгеніңді, сүйген Аллаңды қидың деген сөз ғой. Сондықтан Алла тағаланы сүю, құрмет жамағат, ол үлкен нәрсе осындай.